Өтірікші Қытайлар капустаны осылай пластиктен жасап бізге сатып жүр екен. Бұл не сұмдық? Капуста ғана емес, күрішті де солай пластиктен жасап өздері жемейді. Бірақ біз бұның өтірік күріш екенін білмей күнде сатып алып жеп жүрміз. Интернеттен дәл осындай видеоларды көп көрген шығарыстар. Атың шықпаса жер өрте демекші, кейбір пабликтер хайп қуу мақсатында өтірік ақпарат тарата береді ғой. Онда мына өтірік капуста мен күрішті не үшін жасап жатыр? Қазір барлығын айтып беремін. Сәлем, сіздермен Диана Кю. Біз жеп жүрген тамақтарымыз жайлы шындық пен сұмдық теориялардың екінші бөлімін бастаймыз. Фруктылары тіріле бастады ма? Неге адамдар біреуден қалған микробқа толы сағызды шайнап жүр? Кіші дәретте не үшін Қытайлар жұмыртқа пісіріп жатыр? Крысаны қай ресторан қуырып беріп жүр? Ет жемейтіндерді, яғни вегандарды алдайтын Диснейдің рестораны. Ескертемін, бұл роликті ештеңе жемей көріңіздер. Негізі бұл капуста мен күріштің дәл осылай арнайы пластиктен жасалатыны рас, бірақ жеу үшін емес, декоративті заттар үшін. Мысалы, мынандай өтірік тамақтар сияқты. Немесе жай ғана ойыншықтар ретінде. Әртүрлі балалардың фрукты және көкөністер формаларындағы ойыншықтары бар ғой, дәл соларды жасау үшін. Қытайлар сондай ойыншықтарды қалай жасайтынын біз үшін арнайы камераға түсіріп бөлісіп отырады да, бірақ ойбай, хайп керек деп қалған журналистер Қытайлар бізге өтірік тамақтарын сатып жүр деп алдайды. Осы үшін де көп деген видеомда айтамын. Интернеттегінің бәріне сене бермеңіздер. Біз жақсы көретін KFC фастфуд рестораны. Олардың 2015 жылдағы чикенді реклама жасағаны осындай. Көріп мұрнымызға чикеннің иісі келіп, жегіміз келіп кетеді, я? We promise to make every piece the right way. We do chicken right. Бірақ шын өмірде бергендері осы. Мынау қуырылған крыса. Деварайз аты жігіт Лос-Анджелестегі KFC ресторандарының біріне келіп чикен заказ береді. Бірақ сол чикенді тістегенде крысаны пакетке салып, KFC-дегі менеджерге көрсетіп, мынау крысама не бұл деп сұраса, менеджер жоқ деп те ақталуға тырыспай, кешіріңіз, бұл крыса деген екен. Тек бұл ғана емес, Макдональдста тауықтың басын қуырып берген кезде болған. Найдена жареная голова курицы. Там действительно видно клюв и гребешок, торчащий из панировки над головой. Бұл тауықтың басын алған қыз да менеджерге барып, не бұл деп сұраса, оған екі вариантыңыз бар депті. Біріншісі ақшасын қайтарып береміз, ал екіншісі басқа чикенді тегін пісіріп береміз. Бірақ қыз рахмет, екеуі де керек емес деп кетіп қалыпты. Крысаға қайтан оралайық. Крысаны алған жігіт KFC-ді сотқа береді. Бірақ KFC компанияның өзі біз не болған толық білгіміз келеді. Бізбен сөйлесе аласыз ба дегенде, ештеңе айтпаймын деп отказ беріп отырған екен. Кейін осы крыса чикеннен тест ДНК жасаса, ол ешқандай да крыса емес, шынымен де тауық еті, яғни чикен болып шықты. Енді бұл жағдайда екі теория бар. Біріншісі, KFC компаниясы тест жасаған лабораторияға тауықтың еті деп жауап шығару үшін ақша берген болуы мүмкін, немесе мына жігіттің өзі өтірік алдап сотқа беріп ақша тапқысы келген. Бірақ енді кім білсін, я? Мына жерде адамдар басқа біреулердің жабыстырып кеткен сағыздарын жалап, шайнап жүр. Неге? Бұл сағызға толы дуал Америкадағы Сиэтл қаласында орналасқан. 1990 жылдан бері адамдар келіп шайнаған сағызын жабыстырып кетеді де, оған басқа адамдар келіп сол шайналған сағыздарды жалап немесе шайнап жүреді. Бұл сондай бір дәстүр, ритуал болып кеткен екен. Бұл сағызға толы дуал қалай пайда болды десеңіздер, сол 90 жылдары адамдар театрдың алдында сағаттап кезек күтіп тұрғанда, не істерін білмей аузындағы сағыздарын дуалға жабыстыра беріпті. Сол кезден бері бұл дуалға сағыз жабыстыру ритуал болып кетіпті. Бірақ 2015 жылы дуалды толықтай тазалап шығып еді, алайда где-то бір аптаның ішінде адамдар қайттан оны сағызға толтырып тастады. Мейлі жабыстыра берші, мақұл, қызық ретінде болатын шығар, бір басқаша көріну үшін. Бірақ енді оны жалап, тем более шайнаудың не қажеті бар, я? Сіздер ше біреуден қалған сағызды шайнайтын ба едіңіздер?
Мына видеода адамдар жұмыртқаны дәмді екен деп жеп жатыр, бірақ оларды, яғни жұмыртқаларды кішкентай ұл балдардың кіші дәретіне пісірген. Иә, сіздер жеп көргенсіздер ме? Оларды еще базарда сатады ғой. Қытайлықтардың ойы бойынша бұндай ұл балдардың бір жерінен шыққан судағы пісірілген жұмыртқа емдік қасиетке ие болады екен. Егер бұл жұмыртқаны жесеңіздер, бастарыңыздан күн өтпейді. Араларыңызда ақ шоколадты жақсы көретіндер бар ма? Дайын болыңыздар, именно сіздерді кішкене ренжітейін деп тұрмын. Өйткені ақ шоколад ешқандай да шоколад емес. Ақ шоколадта просто ешқандай да шоколад жоқ. Оны тек кокостың майынан жасайды. Одан бөлек ваниль мен шекер болады. Болды. Өйткені әлемде ақ шоколад мүлде жоқ. Тек қара шоколад бар, болды. Сонда сіз ақ шоколад жеп жатқаныңызда шоколад емес, просто әр дәнелердің қосындысын жеп жатасыз, болды. Маған негізі бұрыннан ақ шоколад ұнамаған. Оның дәмі біртүрлі болып түйілетін еді, сөйтсем сезген екенмін ғой. Қазір сіздерге Диснейлендтердің бірі, бірақ мүлде аттракционы жоғын айтамын. Иә, мүлде аттракционы жоқ, ойнайтын жері жоқ Диснейленд де бар екен. Оның аты Disney Spring. Сонда не бар ол жақта десеңіздер, шоппинг жасайтын бутиктер мен ресторандар ғана бар. Америкада орналасқан. Бір күні дәл сол паркке күйеуі мен әйелі бірге келеді. Екеуі де әбден шоппинг жасап болған соң веганский ресторанға келеді. Вегандардың кім екенін білесіздер, иә? Олар тек ет жемейтін ғана емес, жануардан не шықса соның барлығын жемейді. Мысалы, сүт, айран, творог барлығы. Ресторан веганский болса да, әйел заказ берген тамағымда шынымен де сүт өнімдері жоқ па деп официанттардан қайта сұрайды. Өйткені әйелдің сүтті тағамдарға кішкентай кезінен аллергиясы болған екен. Сөйтсе официант, иә, уайымдамаңыз, біз шынымен де сүт өнімдерін қолданбаймыз деп жауап беріпті. Мынау әйелдің заказ берген тамақтары. Официанттардың айтқанына сеніп заказ бергенінің барлығын жеп алып, кафеден шыққаннан кейін 10-15 минуттан соң әйелдің мазасы кете бастайды. Ауа жетпей өкпесі қысыла бастайды. Яғни аллергия басталып кетті деген сөз. Әйел врач болған екен, сол үшін де өзімен бірге аллергияға қарсы укол алып жүрген екен. Мазасы кеткеннен соң уколды ала салып өзіне салады, бірақ неге екені белгісіз, укол ешқандай да әсерін бермейді. Аллергиялық реакциясы тек жаман бола түсіп, ауа жетпей әйел скорый келмей жатып қайтыс болды. Сонда сол ресторанда ет жемейтін адамдарды алдайтын болып тұр ғой. Әйелін жоғалтып алған күйеуі ресторанды сотқа беріп $50,000 беруін талап етеді. Бірақ Диснейдің не жауап бергенін білесіздер ме? Сенің Disney Plus-те подпискаң бар екен. Сол үшін сен бізден ақша сұрай алмайсың. Не болды мынау? Disney Plus не деп сұрасаңыздар, кино, мультик көретін приложение ғой. Оның не қатысы бары түсінбедім. Күйеуі Disney Plus-ке тіркелгенде алдынан шыққан принять деген кнопканы басқан екен. Сол үшін де ол енді әйелінің өліп қалғаны үшін Disney компаниясын сотқа бере алмайды екен. Естімеген ел де көп деген осы ғой. Тамақтар жайлы ақпараттарды іздеп жатып бір документальный фильмді көріп қалдым. Ол жерде түрлі рекламалардың бізге қалай әсер ететіні жайлы айтып береді. Біз бәріміз маркетологтардың жертвасы екенімізді білесіздер ме? Біз магазинге барғанда өзіміз таңдап алмаймыз. Бізді олар таңдатады. Біз қалағанымызды алдық деп ойлаймыз, бірақ олардың бізге таңдап қойғандарын аламыз. Біздің көзімізге бірден түсетін упаковкасы, полкада қалай тұрғаны, бәрі әсер етеді. Мысалы, біз супермаркетке сүт алуға кірдік деп есептейік. Алдымызда 5 этаждан тұрған әр түрлі сүттер орналасқан полка тұр. Біз сразу алдымызда тұрған, яғни ортада қолымызға ыңғайлы тұрған полкадан аламыз да кетеміз. Төбеге немесе пәске қарап жүргіміз келмейді. Дәл осыны білген маркетологтар именно срогі бітейін деп жатқан сүттерді солай ортаға қойып қояды екен. Срогі өтіп кетпей тезірек сүттер таусылуы үшін. Бұл ғой мейлі. Мына 4 маркетологтар керемет жасалынған реклама арқылы адамдарға любой нәрсені сата беруге болатынын дәлелдеп берді ғой. Біреу сізге келіп, мә, шегіртке же десе жейтін бе едіңіздер? Ойбай, жоқ деп жатқан шығарсыздар, иә. Бірақ мына маркетологтар жай ғана реклама арқылы адамдарға сол шегірткені жегізді деп айтсам ше. В общем, олар бірінші жақсылап отырып барлығын ойластырды. Шегірткені адамдар өздері жегісі келетіндей не істейміз деп жоспар құрды. Сөйтіп қаладағы ең қымбат деген ресторандардың бірімен келісіп, ресторанға келетін ең жағдайы жақсы тамақ таңдап қалған біреуді шақыр дейді. Олар болса осы әдемі Настя
Настя атты қызды шақырады. Оның тамаққа деген талғамы өте жоғары қыз екен. Анау-мынау тамақтарды жей бермейді. Шеф-повар шегірткені чикен сияқты қуырып, тарелкаға әдемілеп қойып Настяға апарып береді. Ол бірінші көріп тарелкадағы тұрғанның шегіртке екенін біліп шошып кетеді, бірақ оған маркетологтар былай айтады: бұл жай ғана шегіртке емес, бұл жеуге болатын шегіртке. Оның денедегі майды жоятын, яғни аздыртатын күші бар. Ал оны былай қуырғанда ерекше дәмді бола түседі деп айтып еді. Настя сразу қызығып кетіп, қолына палочка алып, шегірткені жеуді бастайды. Очень хорошо. Міне жай ғана реклама бізге осындай әсерін береді. Өмірімде жемеспін деген нәрсені де алдымызға әдемілеп реклама жасап мақтап берсе болды, ойымыз сразу өзгере салады. Мына видеоға қараңыздар. Банан тіріліп қимылдап жатыр. Түрлі пабликтерге сенсек, бұл тіріліп қимылдап жатқан жеміс-жидектерге адамның ДНК-сын салып еді. Содан кейін олар тіріліп кетіпті. Брокколи тіпті кіші дәретке шығып үйреніпті. Не айттым мен қазір? Так, бұл рас па, жоқ па? Бұндай тірілген фруктыларды салып жүрген TikTok-тағы мына аккаунт. Барлық видеолары осындай. Тіпті мынандай кәмпиттер мен шоколадты да тірілткен. Даже вафлиді де, чикен, нан, жұмыртқаны да. Бірақ енді әрине бұның барлығы өтірік екені анық шығар, иә. Тағы да сол түрлі пабликтер хайп жинау үшін ойбай тіріліпті деп шығара береді ғой. Бұл видеолардың барлығы жақсылап жасалынған монтаж және ИИ, яғни искусственный интеллект. Өздеріңіз TikTok-қа кіріп, осы аккаунтты тауып, видеоларын мұқият қарасаңыздар, монтаждың белгілерін байқауға болатынын көресіздер. Тамақтар жайлы сұмдық шындық пен теориялардың екінші бөлімі сіздерге ұнады ма? Иә десеңіздер, еңбегімді бағалап, каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әшейін тіркелгендеріңіз мен үшін үлкен қолдау. Ал сіздермен болған Диана Q, келесі роликте кездескенше.